Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді әрі оңай жасалатын тағам жасайтын боламыз. Әрі балалар өте сүйсініп жейтін пюресін жасаймыз. Жанына ет пен пиязды жақсылап қуырып алдым. Ол үшін бізге мына 2 зат керек болады. Ет пен пияз болса, дәміне қарай тұз, бұрышын, соевый соусты ұнаса егер өздеріңізге салсаңыздар болады. Қызып тұрған сұйық майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Егер еттеріңіз қаттылау болып жатса, қуырылған еттің үстіне аздап су құясыздар, сосын басып қойыңыздар, бір жарты сағаттай жұмсақ болып шығады. Дәміне қарай тұзын бұрышын салып, әбден жақсылап қуырып алатын боламын. Қызарғанша. Сіздер де жасап көріңіздер, оңай жасалады. Мына қуырылды. Енді пиязын салатын боламын. Пиязын да әбден қуырып аласыздар. Өздеріңіз дәміне қарай қандай приправа саламын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Аздап ұн салыңыздар, қою болып шығады. Егер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырдым. Әрі міне пісті біздің етіміз, әрі пиязымыз. Енді картошканы пісіріп алатын боламын. Әбден езіңкіреп пісіріңіздер. Піскен картошкамыздың үстіне мен аздап сармай қосатын боламын. Дәмі өте ерекше болады. Балалар сүйсініп жейтін болады. Түйір қалмайтындай езіп алыңыздар. Аздап сүт қоссаңыздар да болады. Жақсылап езгілеп алыңыздар. Мен осылай езіп аламын. Сосын үстінен миксермен тағы да езетін боламын. Түйір қалмайтын болады. Мына әдемі болып шықты біздің пюреміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Мына әдемі сап-сары әрі жұмсақ, етіміз де өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Рахмет.